Саламатсыздар ма? 3D-SEO бағдарламасы бойынша сөз жазу моделін орындаймыз. Қазіргі сабақта мен Айнұр есімін жазып көрсетемін. Сөз жазу үшін біз қосу батырмасын басамыз. Онда А әрпі батырмасы шығады, текст деп жазылған. Осы батырманы басу арқылы бізге кез келген сөзді жазуымызға болады. Қазіргі кезде мен Айнұр есімін жазамын. Айнұр есімін теріп жазып болғаннан кейін төменгі оң жақты бұрышта перейти батырмасын басу арқылы модельді шығарамын. Айнұр есімінің моделі шықты. Енді осы сөздің көлемін өзгертуімізге болады. Қазіргі кезде сөздің ұзындығын өзгертуімізге болады және қалыңдығын өзгертуімізге болады. Сөздің қалыңдығын жоғарыдан қарап, тексеріп, осы жазған сөзіміздің ұзартып өзгертуімізге болады. Оң жаққа қарай ұзарттым, қарап тексеріп, егер ұнамаса қайтадан кішірейтуге болады. Көлемін өзіміздің қалағанымызша өзгертіп алуымызға болады. Кішірейту батырмасын өшіріп, жылжыту батырмасын бастым. Жазған сөзімізді қалағанымызша орналастыруымызға болады. Жылжыту батырмасын өшіріп, А батырмасын басып, келесі атты жазуыма болады. Мұнда мен Жаннұр есімін жаздым. Ал сендер өз фамилияларын жазсаңдар да болады. Енді Жаннұр есімінде биіктігін, қалыңдығын және оны созып та жазуымызға болады. Өздерің қалағанынша пішімін өзгерте аласыңдар. Жылжыту арқылы өзіміздің қалаған орнына өзгертіп қоя аламыз. Міне екі есім жазылды. Екі есімнің жазылған жазықтықпен тексереміз. Егер қаласаңдар, есімнің біреуін өшіріп тастауға да болады. Міне бүгін сөз жазу моделін орындадық. Жан-жақтан қарап, жазықтықты бұру арқылы оның арт жақтан, үстінен, төменгі жағынан қарап, өзімізге ыңғайлы түрін таңдап аламыз. Бүгінгі сөз моделі орындалды.